Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сәулетшінің өнері. Мақсаты сәулет өнеріне қатысты мамандықтармен танысу, құрылысқа қатысты сөздерді қолдануды үйрену. Сегодня мы поговорим об архитектуре. Познакомьтесь со специальностями, связанными с архитектурой. Также научитесь использовать слова, связанные со строительством. Келесі суреттерге назар аударайық. Саған қай ғимарат ұнайды? Неліктен? Ол қандай құрылыс материалынан салынған? А теперь посмотрите на картинки. Ответьте, какое здание тебе нравится? Почему? Из каких строительных материалов они сделаны? Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Познакомимся с новыми словами. Уста, ағаш шебері. Это плотник, мастер по дереву. Сәулетші, болашақ ғимараттың жобасын жасайтын адам. Архитектор – это человек, который проектирует будущее здание. Құрылысшы, дайын жобаға сүйеніп, ғимаратты салатын адам. Строитель – это человек, который строит здание по готовому проекту. Шатыр – ғимараттың төбесіне жабылатын бөлек. Крыша – это кровельное покрытие здания. Баспалдақ – келесі қабатқа апаратын жол. Лестница – это путь на следующий этаж. Келесі тапсырмада қоршаудағы сөздерді оқып, кестенің қай бөлігіне түсіресіңдер. Следующее задание. Прочитайте и распределите данные слова в таблицу по значению. То есть, смотрите, ғимараттың бір бөлігі – это часть здания, құрылыс материалы, строительный материал и мамандық – это профессия. Тамаша, өздерің тексеріңдер, проверьте себя. Келесі сөйлемдерді оқып, суреттердің ішінен табыңдар. Соотнесите предложение с картинками, то есть определите, из какого строительного материала сделан дом. Бұл үй әйнектен салыныпты, этот дом построен из стекла. Бұл үй кірпіштен салыныпты, этот дом построен из кирпича. Бұл үй тастан салыныпты, этот дом построен из камня. Бұл үй ағаштан салыныпты, этот дом построен из дерева. Келесі мәтінді бірге оқиық. Үй салғанда сәулетші ең алдымен климатқа көңіл бөледі. Мысалы, құрғақ аймақтарда үйдің шатыры тегіс, терезелер кішкентай болады. Ал жаңбырлы аймақтарда үйдің шатыры көлбей орналасады. Бұрын үйді ағаштан, ірі тастардан салған. Ал қазір ғимаратты тез салу үшін кірпіш, пластикті көп пайдаланады. Бұл материалдар өте жеңіл. Әсіресе биік ғимараттарды салу үшін өте ыңғайлы. Құрылысшы мен ұсталар жеңіл құрылыс материалын оңай қолданады, өңдейді. Сұрақтарға мәтіннен жауап іздеңдер. Ответьте на следующие вопросы по тексту. Осы сұрақтарға дұрыс жауап берді деген ойдамын. Олай болса, өздерің тексеріңдер. Думаю, вы правильно ответили на вопросы. Проверьте себя. Келесі тапсырма. Өзінің қиялындағы үйдің суретін сал. Оның жобасы, құрылыс материалдары туралы айтып бер. Сейчас вы нарисуйте дом своей мечты. Расскажите о его проекте и какие строительные материалы вы используете. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Мен 2 қабатты үй саламын. Үйді кірпіштен салып, шатырды көлбей орналастырамын. Терезелері пластиктен, ал үйге кіретін есік ағаштан болады. Үйдің баспалдағын тастан қалаймын.
Я построю двухэтажный дом. Построю я из кирпича. Крышу поставлю под уклоном. Окна будут из пластика. Входную дверь из дерева. Лестницу выложу из камня. Үйге балалар, жаңа сөздерді қайталаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.